Ертеде теңіз жағасында шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал балық аулайды да, кемпірі ау тоқиды екен. Бір күні шал теңізге ау салса, оған алтын балық ілініпті. Алтын балық адам даусымен жалына бастайды. Мені теңізге қоя бер, не тілесең тілегіңнің бәрін орындайын дейді. Шал мұндай кереметке таң қалады. Жөніңе жүзе бер, маған ештеңе керек емес дейді шал алтын балыққа. Алтын балықты солай теңізге жібере салады. Үйіне келіп шал болған оқиғаны кемпіріне айтады. Кемпірі шалға ашулана бастайды. Сен ақымақ, балыққа барбай, одан жаңа үй сұра, біздің үйіміз әбден тозды деп айқайлайды. Шал теңізге келіп, алтын балықты шақырады. Балық оған жүзіп келіп, шал, саған не керек дейді. Менің кемпірім маған ашуланып жатыр, оған жаңа үй керек дейді. Қайғырмай қайта бер, жаңа үй болады деп жауап береді алтын балық. Шал үйіне келсе, ескі лашықтың орнында жаңа үй тұрады. Кемпір шалды тағы да ұрса бастайды. Сен ақымақсың, ашық ауызсың, неге үй ғана сұрайсың, мен ақсүйек болғым келеді дейді. Шал теңізге келіп, алтын балықты тағы да шақырады. Балық жүзіп келіп, саған не керек деп сұрайды. Кемпірім енді бұрынғыдан бетер ұрсып жатыр, жай шаруа емес, ақсүйек болғысы келеді дейді шал. Қайғырма, бұл тілегіңде орындалады деп жауап береді алтын балық. Шал үйіне оралады. Келсе үйдің орнында үлкен үй тұрады. Үйдің алдында қабағын түйіп кемпірі отырады. Қымбат киімдер киіп алған. Айналасында қызметшілер қызмет көрсетіп жүр. Балыққа барбай деп айқайлайды кемпір. Ақсүйек емес, патшайым болғым келеді дейді кемпір. Шал балыққа келеді. Менің кемпірім тағы да ашуға мінді. Енді ақсүйек емес, патшайым болғысы келеді дейді. Уайымдамай бара бер. Кемпірің патшайым болады деп жауап береді. Балық теңізге жүзіп кетеді. Шал үйіне оралады. Жаңа үйдің орнында патша сарайы тұрады, ал кемпірі тақта отыр екен. Ақсүйектер оған қызмет көрсетіп жүр. Айнала айбарлы күзетшілер. Енді жаның жай тапқан шығар деп сұрайды шал кемпірінен. Кемпірі ашуланып, оны ауладан қуып шығуын бұйырады. Қайтадан балыққа бар деп кемпір әмір айтады. Менің патшайым болғым келмейді, теңіз әміршісі болғым келеді дейді. Алтын балық құлым болып маған қызмет етсін деп кемпір бөседі. Шал тағы теңіз жағасына келеді. Алтын балықты шақырып, оған алтын балық жүзіп келіп, шал, саған не керек деп сұрайды. Ол қарғысатқыр кемпірімді не істеймін? Оның енді теңіз әміршісі болғысы келеді, және сен оған қызмет еткеніңді қалайды дейді шал. Балық үн қатпай, құйрығын бұлқаңдатып жүзіп кетеді. Алтын балықтың жауабын шал ұзақ күтеді. Күте-күте болмаған шал үйіне қайтады. Кемпіріне жетіп келсе, баяғы жер үйде орнында тұр. Есік алдында кемпірі отыр. Қараса, сынық астауы орнында тұр.